Вот это полностью получается вокруг Алмалых поселка. Он по 20 сантиметров пока в день добавляет. Қанша метрге обвал болып бері қарай? Қазір Километр ма? где-то 2-3 метрге. Мы сейчас перекидывать будем. Мына нені. Усиливать здесь. Иә. Еще один. Жанынан жеп жатыр енді жағалауында. Мына жағы енді стабильно, мына жағын алып келіп, мына жерде водозаборный бар. Ескі дамбының өзі, мына жерден былай ішінен жасатып жатыр. Мына 14-те бірдің ортасында. Олардың бәрін 1,5 метрге көтереміз. Елдегі ақсақалдармен сөйлестік. Кезінде 93-тегі судың қай метрде көтерген. Ол қазіргі деңгейіне 1 метр қазір түсіп кеткен екен ескі дамба. Соны 1 метр көтеріп, еще жарты метр, 1,5 метрге көтеріп береміз. Зеркаладан жоғары қанша метр көтереді деп есептейсіз? 8 метр, астында 3 метр. Иә. 11 метрге көтереді. Енді мына жердегі ең бізді қиналып тұрған, мына новый дамбаламыздан қорқып тұрық шынына керек. Жаңадан сан. Иә, мына ескі дамбаның үстін көбейтіп берсек, бұл кезінде су ұстаған дамбалар. Адамдар не істейміз? Жағалауда үйлерді қалдыра береміз бе, эвакуация жібереміз бе? Енді қазір алып қаламыз деген жоспарымыз бар. Мына 50 үй бар, осы жерде новый микрорайон. Іргеде де? Ескі неден ескі дамба бар. Бұнда көбейтіп отыр. Бұнда ар жағында неше үй бар? Бұл ажаны дүние 1010 үй бар. 50 үй бар. 50 үйді алып қалуымыз керек. Анау тұрған үйлер ол көрші ауыл ғой да? Иә, ол көрші ауыл. Оны бөлек команда жинап ауылда тоже осындай. Датчы ғой. Бұрынғы Сайы дача. жерлер Ой, ғой. бізде дачаның бәрі үй болып кетті ғой. Иә. Онда да бір неше үй бар? 37 үй бар. Мынаның ар жағы бос қой. Жайылмаса өзінің. Жайылма. Алып қой. Бер жақта үй жоқ па мына? Жоқ. Мына жер ой. Шодыр көлі ғой. Шодыр көлдегі бұрыннан да ой жер. Талдыкөл мекен несінікі, ауылыныкі. Мына жақта тағы Талдыкөл дейтін мекен ғой. Ол жерден су келсе, жайылып кірсе, ол жерде ұстап, сарыөзекке алып жүріп Біз Атыраудағы Алмалы ауылына келдік. Мына жерде міне көрдіңіздер, жайық ағып жатыр. Қазір енді су лайланған, яки ағыс күшейіп бара жатыр. Күніне шамамен 20 сантиметрге су көтеріліп жатыр. Енді әлі де көрші елден келетін судың қарқыны өте жоғары, сондықтан судың деңгейі әлі қатты көтеріледі деген бізде көңіліміз көншітпейтін жоспар бар, жоба бар. Енді мінекей Алмалыдағы ағайын қазір түгелдей ауылды жапқан. Былай қарағанда ауылды мына бөгетті қойып аралға айналдырып жатыр. Толықтай аралға айналдырып болғаннан кейін мінекей жанын қапшықтармен де бекітіп жатыр, жердіре көтерген. Ағып, мынау тұрған орман секілді дүние, бұл өзінің жайылмасы осы жайықтың. Осы жаққа жайылып барып, ары қарай паром секілді өтіп кетсе деген жоспар бар. Сол кезде ешқандай ауыл жапа шекпейді дегені. Бұл ауыл үнемі сумен күреседі, үнемі осылай топан су, қарғын су келіп қалады. Сондықтан азаматтар енді айтып жатыр, тәжірибеміз де бар бұл да, расын айтқанда тілсіз жаумен. Сондықтан қазір азаматтардың, барлық мамандардың біріккен үлкен күресі болып жатыр бұл жерде. Енді қазір тағы бір қауіпті нәрсе, мынау жағасы, іргесі жайықтың қайта-қайта құлап жатыр, опырылып құлап жатыр, ауылға жақындап қалды. Мына жерде теплица бар, жылыжай бар, ана жақта бір арнайы орталықтар, демалыс орындары соның жиегіне келіп қалды. Қазір сәт сайын жағасы құлап жатыр. Сондықтан да Алмалыдағы азаматтар бірігіп, қазір мына жерде мінекей бір бөгет көтеріп жатыр. Одан кейін мына жерде жылыжай бар, қазір көрсетейік. Сол жылыжайдың ар жағынан екінші бөгет көтеру жұмыстарын жасап жатыр. Өйткені мынау жаға осылай опырыла беретін болса, ертең су тағы көтерілген кезде кемінде 7-8-10 метрге дейін тіпті жылжып кету мүмкін деген қауіп бар. Сол кезде ауылға лап қою мүмкін. Сондықтан анау өткелден әргі анау жылыжайдың ар жағынан тағы бір бөгет қою жоспарда бар. Енді елге амандық тілейміз. Қай жерге келеді? Мынау ма? Мынау көтерілген жоқ, мынау бұрыннан бара жатыр. Мынау сен көтеріп жатқан, мына жерге. Одан бері қарай біз енді көтеріп жатыр. Анау жайылмас ары қарай да. Анау қай ауыл ар жағы? Одан ештеңе жоқ ол жақта да? Жардым жоқ. Былтыр жасап атқандары нете алмай, үлгере алмай астында қалып қойды. Биыл енді қайтадан бері қарай шығады, мына жырып тастаған жерлер соныкі негізі. Енді соның амал жоқ. Біз енді мынау құю керек, бер жағына мынандай габион дейді, ішіне таспен толу керек. Сосын бер жағы мынағы благоустройство, кәдімгі қаладағы набережка сияқты болу керек. Енді оған біз бірнеше рет нетсек те, ол бәрібір жаңағы қыста үлгере алмады. Жұмыс күші аз болды, материалы бар. В общем, айналғанда осыған келдік. Енді жаңағы мынаны біз бекітуіміз керек.
жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Осы ауыл тұрғындарысыздар ма бәріңіз де? Мықты бекінген екен. Ең бастысы енді осы еңбек еленіп су басып кетпесін дейміз, ең бірінші мәселе, иә. Енді ең бірінші соққыны қабылдайтын сіздер болып тұрсыздар ғой енді. Көрші елден өздеріңіз ақпарат алып жатқан шығарсыздар судың ең өскенін. Ертең сіздерден кейін Орал қаласына да барамыз. Ол жақтағы да жағдайды көреміз. Бір жағында елді үрейлендіретін ақпараттар бар. Екінші жағынан анау қазақ айтатын еді ғой. Көршісінің үйі өртенгенде қойының басын үйтіп алатындар бар. Осындай жағдай түрлі саяси ойын жасап, кінәлі іздеп жатқан сәттер де бар. Жалпы енді расын айтады, жаңа әріптесім айтқандай, кінәлілерді анықтайтын, олардың әрекетіне құқықтық баға беретін кезеңде келеді. Оны өздеріңіз көріп жатсаңыздар, депутаттық ресми хат ретінде, сауал ретінде де жолдап жатырмыз. Ол уақыт келеді. Ең бастысы қазір елді мекендерді адамдарға мынау. Одан асқан бізде еш нәрсе жоқ. Одан асқан құндылық жоқ. Дүние басқасында қалыпқа келер, естідіңіздер енді. Барлық шығын, барлық өтемақы өтеледі деді. Алдарыңызға келіп жатқандарымыз да сол. Ең бастысы сіздермен жүздесу, қандай да бір талап арыз болатын болса, оны жеткізу біздің ойымыз. Және ең алдымен алдарыңыздан өтіп алғысымызды айту. Иә, жаңа айтқандай техниканың да жетпей жатқанын, МЧС қызметкерлерінің де барлық өңірге жетпей жатқанын көріп отырмыз, көрмей жатқан жоқ. Жүрегіміз ауырып отыр бәріміздің де. Дей тұрғанмен қазір сіздердің көмектеріңізбен, жұрттың жәрдемімен ғана біз елді мекендер аман алып қаламыз. Осы мәселені айтайық дедік. Қаңқу сөзге басқаға сенудің мүлдем қажеті жоқ. Жарай ма? Және бұл жерде алып қалатын, елді мекенді алып қалатын, адамдардың өмірін сақтайтын тек сізбен біздің бірлігіміз ғана, басқа еш нәрсе жоқ. Сізбен біздің бірлік болмаса, темір техникамызда басқа дүние ештеңе көмектеспейді азаматтар. Жарайды ғой. Сіздерге сенеміз. Барынша көмектесеміз. Бәрінде. Біз енді қазір Махамбет ауданындамыз. Ана жерде жайық ағып жатыр. Сол келіп егер өзен арнасынан шығатын болса, ауылға соғатын екен. Ауылға соқпау үшін дәл осындай қапшықтардан жасалған. Жалпы Махамбет ауданында 21 елді мекен бар екен. Ең енді ауыры сол 21 елді мекеннің 17-сі осы жайықтың жағасында тұр. Ертең су арнасынан шыққан кезде бірінші соққыны қабылдайтын солар. Сондықтан мынандай қабырғалар тұрғызылып, топырақтан басылып, үстіне мінекей қапшықтар мен арнайы залафан пакеттермен жабылып жатыр. Ел аман болсын дейміз қазір. Ел жұрт төтенше жағдай қызметі барлығы бірігіп тізе қосып жұмыс істеп жатыр. Техниканың жетіспеушілігі бар дей тұрғанмен кезең-кезеңмен келіп жатыр.